Маңғыстау Наурыз Фест 2021. Биыл өңірде алғаш рет осындай атаумен жастар фестивалі өтеді. Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтетін шара 10 күнге созылады. 20-дан астам қоғамдық мәдени шаралар ұйымдастырылады. Ұлттық дәстүрді дәріптейтін жастар фестивалі амал және Наурыз мейрамын жаңа үлгіде тойлау дәстүрін қалыптастыру мақсатында өтетін болады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Жастар фестивалінің алғашқы күні 14 наурызда басталады. Өңір волонтерлары қала тұрғындары мен қонақтарына көрісу күніне орай тәттілер үлестіреді. Осы күні тұрғындар арасында ұлт нақышы фото байқауы жарияланады. 15 наурыз жайлау күнінде өңір жастарының қатысуымен аудан және қала орталықтарындағы саябақтарда тал егу шарасы өтеді. 21 және 22 наурыз ұлыстың ұлы күні Қазақстан Республикасының 30 жылдығына арналған теңіз жағалауында қала тұрғындары мен қонақтарына мурал таныстырылатын болады. Одан бөлек 14 және 22 наурыз аралығында ұлттық тағамдар күніне орай Маңғыстау облысының тұрғындары Instagram әлеуметтік желісіне Наурыз мейрамында дайындалатын тағамдардың дайындалуын және дастархан жаю әдебін көрсететін бейне роликтер байқауы, сонымен қатар Қарағай ауданының жастарына арналған ұлттық құндылықтар мен салт дәстүрлерді дәріптейтін мерекелі әз Наурыз бейне роликтер байқауы жарияланатын болады. Байқауға қатысушылар өздерінің бейне роликтерін Маңғыстау Наурыз Фест 2021 Наурыз мәзірі хэштегтері арқылы желіге жариялау арқылы қатыса алады. Ұйымдастырушылар жастар фестиваль арқылы Наурыз мейрамын қазақтың жаңа жылы ретінде жалпы халықтық сипатқа алмастыруды жоспарлауда. Мереке күндері қарттар және балалар үйіне құттықтау шаралары да ұйымдастырылады. Басты ерекшелік 14 наурыз күні орталық көшелерде орналасқан музыкалық бағаналар арқылы тұрғындарға мерекелік құттықтау мен ұлттық күйлер шырқалатын болады. Жалпы шараға 50-ге жуық волонтер жұмылдырылады. Аталған жастар фестивалінің бағдарламасы негізінде бұл жерде массовый шара жоқ, адамдардың шоғырлануы мейлінше тоқтатылған. Егер зал сыйымдылығы 30%-дан аспайды, егер сондай толтыру қажеттілігі болып жатса, барлық карантиндік шектеулер сақталады. 14 наурыз фестиваль басталарда көрісу болмайды, сондықтан біз сол көрісудің орнына алмастырып тәттілер үлестіреміз деп шештік. Барлық қызмет көрсететін волонтерлар карантиндік сақтау ережелерімен таныстырылады, сонымен қатар маскамен, қолғаппен жұмыс жасауын қадағалайды. Облыс көлемінде ұйымдастырылатын барлық іс-шаралар әлеуметтік желілерде Маңғыстау Наурыз Фест 2021 және Маңғыстау жастары ресми хэштегтері арқылы жарияланатын болады. Ұйымдастырушылар Наурыз мейрамын тойлауды жаңғырту мақсатында бұл фестивальді жыл сайын дәстүрге айналдыруды жоспарлауда. Аяулым Серқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.